Саламатсыздарма? Бұл видеода декретке миллионмен шығам деп жүрген, яғни соған дайындалып, ай сайынғы төлемдерін төлеп жүрген қыз-келіншектерге арналған видео. Яғни жыл соңында жартыжылдықтар, яғни бірінші, екінші жартыжылдықтағы тапсырылатын салық органына отчеттар, яғни 910 форманы қай тапсыру керегін көрсетемін. Бұл видео сол кісілерге, яғни тек декреттік мақсатта ашылған ИП-ларға арналған отчет. Яғни дәл осы видеоға қарап тапсырсаңыздар, отчеттарыңыз ешқандай қатесіз дұрыс болып өтетін болады. Google Chrome'ды қолдана отырып салық төлеушінің кабинетіне кіреміз. Оның үшін салық KZ деп жазамыз. Салық KZ деп жазған кезде астынан өзі шығарып береді. Астында тұр кабинет.салық.kz деп соны басамыз. Сосын ECIP арқылы кіретін боламыз. Войти через ECIP деп, яғни ECIP арқылы басу. Сосын өзіңіздің ECIP-ларыңызды таңдайсыздар. Бірінші кіретін кезде AutoRSA деген ECIP-ін таңдаймыз. Бірінші AutoRSA дегенді. Сосын парольді жазамыз. Таңдауды басамыз. Сосын салық төлеушінің кабинетіне кіреміз. Сосын күйге келтірулер деген жерді басамыз. Сосын нысандар тізімін күйге келтіру деген басамыз. Бір обновление жасап жүреміз. Міне шықты. Енді 2021-дің отчеттарын ашамыз. Бізге 913 форма керек. 913 форма, яғни соның тура еліне, соның тура қасына галочка қоямыз, бітішке қоямыз. Сосын 913 форманы үстіне басамыз. Сосын автомат түрде 913 форманы толтыратын бланк кеп шығады. Мына жерде аты жөніңіз бәрі шығып тұрады. Ары қарай толтыруды бастайсыз. Бізге 21 жылдың екінші жартыжылдығы керек, 2 деп басамыз. Одан кейін вид декларация деген жерге, мына жерде бухгалтерия жүргізбейміз. Өйткені декретке шығатын кезде декреттіктер олар тек өзі ғана жүргізеді, ешқандай бухгалтер керек емес. Сондықтан осы без учета бухгалтерский услуг деген басамыз. Одан кейін астында вид декларация деген жер бар, 5-ші. Бұл жерде егер ИП бірінші ашылып, отчетты бірінші рет тапсырайын деп жатқан болсаңыз, оны первоначальный деген басамыз. Егер екінші рет отчет тапсырайын, очередная деген басамыз. Сосын қазір мен біріншісін басам. Сосын ары қарай 6-шы керек емес, 7 керек емес, бізге 8 ТКЗ деп жазылады, 9-да Қазақстан резиденті деп жазамыз, белгілейміз. Сосын астына түсеміз да 001 деген орынға жазамыз. Бұл жерге доходты жазамыз. Яғни доходты қайдан аламыз десеңіздер, ол 21 жылдың екінші жартыжылдығындағы кассадан өткен не болмасам наличке қабылдаған ақшаларымыздың сомасын жазасыздар. Яғни мысалы максималды төлем 297.500 болса, яғни социальный максималды төлем өздеріңізге айлықта қайындаған болсаңыздар, сол айлықты 6 айлыққа қосасыздар бәрін, қосқан кездегі доходтан көп өшіре жазасыздар. Мысалы 1 миллион шығатын болса, сол 1 миллион емес, мысалы 1.300.000 деп жазсаңыздар ол не сияқты. Астына, яғни бұл наличкемен қабылданған, сондықтан наличкемен қабылданған сумманы қайталап жазамыз астына. Сосын астындағы сумманы 2-ге бөліп жазған, бар өшіріп тастаймыз да 0 қылып жазамыз. Не үшін екенін сіздерге айтпай қойсам, осылай жазу керек. Өйткені бұл видеода тек қана сол декреттік мақсатта жасалған отчет. Яғни декретке шығайын деп жатқан адамдарға. Одан кейін екінші бетке өтеміз. Екінші бетке өткеннен кейін мына жерге, яғни сол айлықтан сіз начисление жасап отырсыз ай сайын. Мысалы, бұл жерде максималды төлеп отқан болсаңыз 297.500 деп жазамыз. Менде қазірде
жылдың 2 жарты жылдығындағы сентябрь айынан бастап салынған, яғни сентябрьдің айында ашылған ИП. Сондықтан 3-ші неге жазып сразу 3-ші қатарға жаздым. Ары қарай 0-0 қойып шығасыздар қалғандардың бәріне. Бұл жерде автомат түрде өзі 10.413 деп есептейді. Сосын астына пенсионный взнос, яғни пенсия отчисление қанша төлеп отырсыз, соны жазасыз. Бізде 42.500 теңге, яғни минимальный төлеп отырмыз ол жерде. Сондықтан астына автомат түрде 4250 теңге деп жазылады. Қалған пустой жерлердің бәріне 0 қойып шығасыздар. Егер сіздерде 2-ші жартыжылдықтың 1-ші айынан бастап салған болсаңыздар, оны 0-дің орнына айлықты көрсетесіздер. Жаңағы 297.500 не болса, 42.500 деп көрсетесіздер боласыздар. Ал бұл жерге міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың ай сайынғы төлемін жазамыз. Бұл 2975 теңге. Сосын қалған пустой жеріне 0 қойып шығамыз бар жеріне. Сосын толтырып болғаннан кейін 4-ші бетке өтеміз. 3-ші бет керек емес бізге, 4-ші бетке сразу өтеміз. Сосын астына қарай түсеміз. Яғни бұл жерде енді код налоговый органы, яғни салық органдарының кодтарында тереміз. Оның үшін салық органына қайттан басқа страницаға ашып кіреміз. Яғни біздің тіркелген жеріміз, яғни ИП-ның тіркелген жерін точнасын анықтап болу үшін. Егер сіздер білсеңіздер, сразу ары қарай жазып кете берсеңіздер болады. Білмейтін адамдарға осылай кіріп, сол жерден точнасын көрсеңіздер болады. Бұл жерде сервистер, сосын тіркеу мәліметтер деген болсамыз. Ештеңе шықпаса, обновление жасап жүреміз страницаны. Сосын осындай мәліметтер келіп шығады. Сосын бұл жерде жазылып тұрады. По месту жительства, яғни сіздің мекен жайыңыз тіркелген жер, салық органдары сол тіркелген мекен жайға қарайды. Яғни оның коды 3310 екен. Оның астында ИП-ның тіркелген мекен жайы. Яғни ИП-мен өзіңіздің тіркелген мекен жайыңыз екеуі бір екен, яғни бір салық органдарына тіркелген екен. Оны мына жақтан да көруге болады. Қазір мына жақтан көрсетейін. Осы жерді бассаңыз, 3-4-шке тұрады. Сол 3-4-шін бассаңыз, жерін іздеп табуға болады. Қазір жерде Қызылорда городской деп тұр. Қызылорда бассам, жерін шығу керек. Не шықты? Ең соңында тұр екен. ОГД по город Қызылорда деп. 3310. Соны белгілейміз, выбрать деп басамыз, автоматты белгіленеді. Сосын мына жақтан іздеуге болады. Бұл енді код сіздің тіркелген жеріңіз, яғни сіздің тұратын жеріңіздің тіркелген жерінің коды, яғни салық органдарының коды 3310 екен. Ал енді ИП-ның тіркелген жерін көрейік. ИП-ның тіркелген жері, бұл да бір орган, яғни екеуі де бір салық органдарына қарайды екен. Кейбір қалаларда ол әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан осы жерде мұқият болыңыздар. Қателесі басқа кодты, яғни басқа районның кодын жазып жүрмеңіздер. 3310, яғни екеуі бірдей екен. Енді жоғарыға көтеріліп, сақтау деген болсамыз, яғни сохранить в кабинет деп басамыз. Документ сохранить в кабинет налогоплательщика деп шықты. Енді проверить деп басамыз. Ошибка нет. Енді отправить в госорган, яғни салық төлеу кабинетіне жібереміз. Отправить деп басамыз. Сосын бұл жерден ЭЦП ключ сұрайды. Так, 9-10 форма, 2-ші полугодие 21 жылдың. Код органа, отправить деп окей деп басамыз. ЭЦП ключ сұрайды, бұл жерде енді 2-шін таңдаймыз, РСА деген. Парольді жазамыз. Выбрать деп басамыз. Отправка успешно завершена деп тұр. Ол сіздің
Отчетыңыз уже жиберилди салык органдарына. Endi buni qayta tekshirib ko'ramiz. Жиберилди, жиберилмеди. Onun үшін салық есептеу нысандарына кіреміз. Нысандар журнал деген жазамыз. Сосын осы жерден іздеу деген жазамыз. Сонда осы жерде сіздің қанша отчет жібердіңіз, соның бәрі осы тізімі тұрады. Қазір бұл жаңадан ашылған ИП болғандықтан, яғни бірінші отчет болғандықтан, менде бір-ақ отчет тұрады. Қазір ашылсын. Ашылды, не көрдіңіздер ме? Бір-ақ отчет тұр, яғни екінші полугодия 21 жылдықта жіберілген күні тұрады бұл жерде. Бұл жерде мәртебесі деген жерде өңделу деп тұрады. Егер қабылданса, өңделу деген жері таратылған деп тұрады. Не болмаса, разнесена деп тұрған болады. Сол достар, осылай тапсырсаңыздар дұрыс болады.